сізге романтика жетіспейді, қалай ойлайсың қошқар? Білмеймін, теке дейді. Ву етіп фургон өтті, артынан жүгірем. Өзімше қатты жүгіріп баратым, білмеймін ғой. Барасың неге? Екі шақтан кейін пақ ете қалды. Менің ойым ана машине қақты, бірдеңе емес, аналардан ұят болып қалды деп. Сол жерде бүйтіп көтеріп тұрады. Бүйтіп қарап тұрамын, көзімше бүйтіп бұл кетіп сынып қалады ғой. Нар отырыңыздар қазір. Сәл алжып қалған уақыты болу керек негізі. Өйткені қазір көресіз неге екенін. Сен алжып қалған. Иә, шынымен де. Қара құспен құлайды да көз айналып кетеді. Бүйтіп тұрады да қайтадан ей деп бәріміз Шіріп кеткен ғой, жарамайды, маған болды, кесе саламыз дейді ғой. Аяғымды кеспекші сонда. Ыршып жүріп ән салған деп бүйтіп тартады ғой ананы қайтадан. Казгуге түспей-ақ қояйыншы, Құдай деп мен дұға тілегем негізі. Стипендия 6500 теңге. 31-ші жолыңа алып қалуың керек, киіміңе алып қалуың керек, тамағыңа алып қалуың керек, сосын артылса ауылға үншем жіберіп тұратын кездер ғой, сол стипендияны үнемдеп. Алаяқтардың түрін басында білмейсің ғой. Олар саған пайда келтіретін нәрсе айтады да басында. Проблема болмаса болды дегенше болмады. Бір екі солдат келеді де қасында итімен незімен тағы біреу меліс алады да жүр дейді, алып кетіп жатыр ғой. Шетелдіктер таңғалып бізді бірге жұмыс істейік деп жұмыс істеген тәжірибедегі бірінші жұмысымыз болды, керемет бізді бағалаған. Білмеймін, Қазақстан келдік те бірден тоқтап қалдық. Соны білмеймін, сол ақшасын қалай жейді маған сол қызықты. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Қайырлы күн, қайырлы түн, көріп отқандарға қайырлы түс. Енді ұйқыдан тұрып жатқан болса, ұйықтайын деп жатқан болсаңыздар, жайлы жатып, жайлы тұрыңыздар. Ал біз әңгімемізді жалғастырамыз. Бүгін бізде Абай бол жобасында біздің қадірлі қонағымыз, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, қоғам қайраткері, Парасат орденінің иесі келе алмады. Содан кейін бізде енді Өнер Ұрандар театрының актері Меліс Жақыпберді қонақта. Ал, Меліс, қош келдің. Негізі Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Енді біріншіден бірден атмосфераға кіре алмай отырмын. Кіру керек жоқ, сен қатты қиналмайсың кіруге. Подкасттың жалпы атмосферасы өзіндік бір несі болады ғой, жаңағы темпі дейді, өзіндік бір желісі. Бізде келген қонақтың темпіне қарай бейімделеміз. Біз ана өзіміздің темпке бейімдемейміз. Сенің темпіңе қарай асықпай, жай, ойланып, сені көп қинамаймыз. Жақсы. Сол үшін көп қимылдатпай, орынды да жайлы қойдық. Осы жерде сұрақтың бәрі, жауаптың бәрі дейсіз ғой. Иә, барлығы осы жерде болады. Жақсы. Қош келдің, Меліс. Енді бірден біздің театрға қойылатын көп сұрақтардың бірінен бастап кетейікші осы. Бірінші, сен кімсің? Және қай жерде туылғансың? Әркім өзіне тартқысы келеді бәрібір, ше. Әркім өзіне тартқысы келеді. Меліс біз жақтан. Негізі енді бір жетістікке жетіп жатса, әлбетте өзіне қарай тартқысы келеді. Сол секілді сен туып өскен жерің? Әлбетте, иә, мен де естіп жатам, жаңа көбінесе батыстықтар, шығыстықтар, өздеріне алып алғысы батыстың баласы, иә, біреу шығыстың баласы дейді, біреу орталықтан деп. Туған жерің оларға беруге қимай таласып жатады кәдімдер. Бірақ енді шынымен де бұл өнерге келгеннен кейін өнерде жаңағы енді жерге бөліну жоқ қой. Жалпы ол енді қазақтың баласы екенім анық, қазақ үшін туылғаным анық. Бірақ енді туылған жер деген болады ғой өзінің жаңағы топырағы. Иә, кейін Википедияға жазған кезде осы жерде туылған екен дейтін жерім ол осы Жетісу өңірі, оның ішінде Жаркент деген бір керемет жер бар. Жер жанат, Жаркент деп айтамыз біз. Шынымен де бұл енді табиғаттың сан алуан түрі тоғысқан бір өзі кішкентай ақ жер. Ол жерге барсаңыз шынымен де өзенде көресіз, көлде көресіз, тауда көресіз, орманда көресіз, шөлде көресіз ғой. Бір кішкентай ғана ауданның ішінде. Бәрі бар десең. Иә, өзі Қытаймен шекаралас орналасқан. Қателеспесем, ең бір мақтанатын бұл Жаркенттегі қызыл ағаш, бір шабуға болмайтын. Әулие ағаш деп айтады. Үлкен ағаш. Қызыл кітапқа енген. Үлкен ағаш, ол енді қанша ғасырлық тарихы бар. Жеті адам құшағын жайған кезде әрең толатын. Соның айналасында анау бір қызыл кітапқа енген қызыл ағаштар бар емес пе сендерде? Жаркентте. Ол жерде бізде ана бір ағаштар бар ғой. Тораңғы деген ағаш бар.
туған күн деген. Ол қызыл кітапқа енген, Иә, оны шабуға болмайды. бірақ сен шабасың оны, Жоқ. Сексеуіл бар бізде. Тоже жаңағы шабуға болмайтын. Сол жақта бізде мынау Дарбазағым деген ауыл бар. кіреберіс жерде. Иә, біздің осы Алматыдан барған кезде ауданға кіргенде сол ауылда өстім. Жалпы туылған жерім сәл ары қарай таудың етегі, Айдарыл деген ауылдың жанында Ақтау деген бір тау бар. Өте керемет, ерекше, кішкентай ғана сондай бір несі бар. Ол тауды біздің бүкіл Қазақстан жалпы біледі деп ойлаймын. Қыз жібек фильмінің басталған кезінде басында ана бір қара киініп апалар тұрады ғой, жел соғып. Тура сол таудың етегі сол. Сол жерде 1987 жылы 13 маусымда дүниеге келген екен. Абай атам заманда туылған құсап. Шынымен де жаңағы ол заманда Совет өкіметі кезі, медицина бәрі жақсы дамыған кезі ғой. Бірақ мен үйде туылғанмын. Енді сенің ауылыңда үйде болдық қой енді. Бірақ неге екенін білмедім. Ол кезде біз барған кезде адамдар ауылдан көшіп жатты. Ол бер жақтағы Дарбазақ. Одан кейін қайтадан ол кезде статус болған ғой, жаңағы не деді? Болашағы жоқ ауылдарға кіргізіп. Болашағы жоқ ауыл деп ауылдан адамдар көшіп ауыл қаңырап сөйтіп баратыр еді. Сөйтіп баратқан, бірақ бір 2-3 жылдан кейін қайтадан қолға алды ма қазір? Қолға алып, иә, қазір көркейді. свет тартқан, жол тартқан деген сияқты сондай. Енді жаңағы айтайын дегенім, елдің бәрі кәдімгідей больницада туылса, білмеймін, мен ел аман жұрт тынышта үйде туылып қалғанмын. Қойш, сен кәдімгі қай жылғысың сен сонда? Мен 1987-мін. 87 жылы тауда үйде туылғанмын. Ол былай болды. Шынымен кәдімгі Абайдың заманында қойлардың арасында кіндігімді кәдімгі көрші апа келіп кескен екен. Кәдімгі үйде туылғансың ба шынымен? Ол былай болған. Маған жаңағы жүкті кезінде анам. Сен неге оны театрға кіргенде ертерек айтпадың? Оны жасырып жүрдім. Сен алматыда қой десең. Осы подкастқа жасырып жүргем. Жаңағы жүкті кезінде больницаға апарады. Сөйтіп содан туылмай қоямын ғой, мен әйтеуір 1 апта өте ма, 2 апта өтеді. Содан жаңағы үйде менен үлкен ағам бар, Жеңіс. Ол 2 жаста. Әкем екеуі қалған. Сөйтіп жаңағы 2 аптадан кейін кепті де больницаға. Анам айтқан ғой, айналайын бақыт, осы тумасаң тумай-ақ қойшы, үйге бір кетіп кет деп. Мамамды үйге алып барған. Екеуі әбіржіп кеткен. Иә, сақал өсіп кеткен дейді әкем. Жаңағы менен үлкен ағам Жеңістің үсті басы кір. Екеуі далада бүйтіп тұрма. Сөйтіп үйге барып, мамам жаңағы үйді, бүкіл үйді уборка жасап, тазалап, аналардың киімдерін. Өз аяғы ауырып, босанайын деп жүр. Сөйтем дегенше бір күн қатты нагрузка болып, өз ауылдың сыртта ғой. Содан жаңа толғақ аяқ астынан келіп қап, аяқ астынан туып қалған екем. Сөйтіп көрші апа келіп кіндігіңді кесіп, кіндік апа, анаң көрші апа болып тұр ғой сен. Иә, өзім нақты есімде, ол кісі енді дүниеден өсіп кетті. Қойшы, сен туылған кезде есіңде ме кіндігін кесіп? Нақты кім кіндігімді кескенін білемін да мен. Иә, кіндік шешемнің кім екенін білемін. Зейнел деген апамыз. Зейнел апаң кіндік ана. Кетті, иә. Иә, Алла тағала жатқан жер жайлысын. Сен де азаматты дүниеге алып келген анаңа ұзақ ғұмыр берсін дейміз. Міне Мелістің енді кім екенін, бұл қалай туылған және кіндігін кім кескеніне дейін белгілі болды. Енді көп адам мазаламайды деймін осы подкаст көргеннен кейін. Неге? Сосын тағы бір айтатын нәрсе бар да, сол өзі туылғаннан кейін енді өз малшының баласы болдым ғой енді. Мал баққан. Иә, фазендада тұрдық, өзі туылған, фазендада туылып, фазендада сол малдың арасында жүріп, сол 7-8 классқа дейін ауылдың сыртында жүріп, кейін ауылға келіп мектеп бітіргенбіз. Былайша айтқанда малдың арасында өстік қой, енді өзіміз чуть жаңағы сондай болып кете жаздадық. Сол кейін қалаға келгенде осы жерде бір қалада өскен балалар бар ғой. Ауылдың қаланың сыртына шығып, ойбай атқа мінейік барып, атқа барайықшы деп, сол бір атқа мінгеннен солар кайф ұстап жатады. Мен соларға айтамын, айналайын, мен жолатпай ақ қойыңдаршы, мен өзім малдан қашып қалаға келген адамын айтылайын. Жамбасын бізде мат көрсе. Енді қорқып қайттым. Бірақ енді қазір жас келген сайын, қазір енді мен сәл қайттан сағыныш оянып дейсің. Фазенда туралы аңсағап сондай болып жүр. Қайттан мал бақсам дейсің ғой. Енді бәрібір ауылдан адам көшкенмен адамнан ауыл көшпейді дегендей ғой енді. Бәрібір сағынып тұрасың.
неге актер болдың? Қойшы ауылдан бірден өнер академиясына әртіс болғың келді. Ол енді сонау 7-8 классыма қайтадан оралатын болсақ, сол кезде басталды ол арманым. Мен өзім енді мектеп сахнасында жаңағы болады ғой, өте белсенді болып, бәріне қатысып, барлық жаңағы басты рөлдердің барын ойнап, кез келген бізде өзде күзгі бал болады, жігіт сұлтаны болады, жаңа жыл болады, тағы да наурыз бар, жаңағы қоңырау, алғашқы қоңырау, махаббат күні бар, сондай бір нелер болатын еді ғой. қойшы, махаббат күнінде де болдың. Сондай да. Ой, бәрінен бірінші орын алған ғой мен. Айтып кетейін, негізі Меліс бұл қазіргі денесі басқа Меліс. Мектеп кезінде және академия кезінде бұл басқа Меліс болған. Жіп жіңішке, зыптай кәдімгідей. Енді көп қой, мерекелер көп. Жетістікке дейін, жетістіктен кейін деп дұрыс қойсам да. Жетіскенге дейін, жетіспегенге дейінгі Меліс екі түрлі. Мынау қазір жетіскені. Содан кейін мынандай болды, айтайын жаңағы ары қарай. Менің енді марқұм Сәкен деген ағайым болатын. Танимын. Көзін көргенсіз. Көзін көрдім. Сол кісі 8 классыма келгенде сұрайды ғой. Сен енді аз қалды мектеп бітіресің. Қайда барайын деп жатсың, не оқиын деп жатсың деп. Мен өзім мектепті жақсы оқығанмын, былайша. Үздік оқығанмын, енді Қызылға бітірмеген, бірақ Қызыл болайын деп қойған десе. Өйткені кейбір сабақтарды мен намаз оқымай қоя салатын. Ұнаған өзім жақсы сабақтарымды мен өте үздік оқығам. Мен айтатын, мен осылай құқыққа дайындалып жатырмын. Заңды оқимын деді. Юрист болсам деген осындай ойым бар дегенде, ол кісі тұрды да, сен юрист жетеді ғой дейді. Неге заңгер сөзін бөлейін? Неге заңгер? Енді ол кезде ауылда заңгер деген. Ол кезде кругозор ғой ол енді. Білмеймін кім айтқанын, әйтеуір. Юрист болсаң, адвокат болсаң, ақшаң көп болады деген сондай бір. В общем, айналып келгенде ақша. Соған тіреліп тұр ғой. В общем, сен заңгер болмаған жақсы болды. Әйтпесем қазір сатылатын заңгер. Ақша мүмкін. Ақша үшін ғой енді ол. Сол кезде жаңа кісі түсіндіріп айтты да, енді өйткені сол заманда бір 2 жылдық заң колледждері көбейіп кетті бүкіл Қазақстан бойынша. Үлкен ауылдарға дейін бір колледждер ашылып кетті ғой. Сол колледждер көбейіп, қазір не көп, заңгер көп. Ол заңды не аласың. Сенің қабілетің бар, көріп тұрмын ғой, мен білемін дейді. Сен бала кезімнен біледі ғой. Осы бір әртіс шықса сенен шығады ау деп мен өзім көптен бері бақылап жүрмін сені деп, енді ол ұстаз ретінде айтып жатыр маған. Өзімнің де сондай бір арманым болған дейді, ол кісі айтады. Осы өнер академиясына түсіп, жаңағы үлкен өнер адамы болғым келген, бірақ енді ауылда қарт әке-шешем болғанына байланысты. Өзінің арманы саған. Ол арманымды орындай алмадым, бірақ соған сен жете аласың деп мен сенемін деп маған кәдімгі сенім білдірді. 8 класстан бастап. Содан бастап, онда актер болу керек екен ғой деп, мен өзім ойымды бірден өзгертіп, актер боламын деп соған ізденіп бастадым. Кейде ана бір жаңалықтардан, нелерден көрініп қалады ғой, Жүргенов туралы бір. Соны тоқтап, мұқият қарап, ізденіп, газеттерде жүреді кейде. Сөйтсем, өзіміз телевизорда көріп жүрген әртістердің 99% сол Жүргеновте оқыған екен. Академиясында оқиды екен. Болды, сол жерге барам, сол жерде оқимын деп, мен 8 классымда өзіме мақсат қойып тастадым. Сөйтіп 11 бітіргенде басқа арман болған жоқ менде. Сонда енді қызығын қараңыз. 11 класс бітірген кезде, қазіргі НТ дейді ғой, бірыңғай ұлттық тестті біз бірінші болып тапсырғанбыз 2004 жылы. Сол кезде біздің ауылдық округ бойынша ұлдардың арасынан ең жоғары балды мен алғам. Бұл енді ол кезде кез келген оқу орнына грантқа немесе ол кезде кредиттік бір система деген болған. Түсесің да кейін оқу бітірген жұмысқа тұрып ақшасын қайтарасың. Соған ол железно енді түсем грантқа. Грантқа кетіп тұрсың. Кез келген оқу орнына. Бірақ менің ойым Жүргеновке бару. Енді ауылда жаңағы біз выпускной болады, анау болады, тойлаймыз, үйтеміз деп жүргенше біраз уақыт өткізіп алып, сосын еще мал саттық біз. Сол малды сатам деп уақыт өткізіп алып, Алматыға келіп Жүргеновке барсам, экзаменге 3 күн қалған.
менен 1 ай бұрын 1 жарым ай бұрын келіп дайындалған балалар бар. Дайындалатыны бар емтихан. Анаған қарайсың, гранттың орнын есептейсің өзің ойша. Өзі 20-22 орын. Соны аларға қараймын да, мыналар бір анау орында бір 30-35 балаға толып баратыр. Менен мықты балалар да сөйтіп санайсың ғой. Бәрін есептеп, негізі іштей заңгерсің ғой, бәрін юридически қарап тұрсың ғой. Сөйтсем, мен шанс жоқ екен өзім көрдім. Мен осы жыл грантқа түсе алмаймын Жүргеновке. Сөйтем де шығам да, мамама айтам, болды, биыл түсе алмайтын болдым, қайтамыз ауылға деп. Сөйтіп мамам екеуміз ауылға қайтамыз. Ауылға барсақ, ауылдағылар естиді, жаңа мектеп директоры бар, мұғалімдер бар. Ауылдың бір екі үлкен кісісін ертіп алыпты. Сөйтіп үйге келеді маған. Басу айтуға келіп тұрған. Жоқ, басу айтқанда айтады. Енді анау грантқа бар деп тұрған жаққа. Иә, біздің менің балым грантқа жетіп тұр. Енді олар үшін де абырой ғой, бір баласы грантқа түссе, жаңағы мектептің. Ей, сен дейді ғой маған, не жын ойнақтан басқа нәрсен? Сен жұмыс санамайсың ба? Бар ғой деп. Басқа нәрсе саған жұмыс емес па, басқа нәрсе мамандық емес па, сен басқалай сонда пайдаңды тигізе алмаймын деп ойлайсың ба? Маған нотация оқиды. Содан қайтадан Алматыға жібереді ғой. Алматыға бармас бұрын біз жаңағы аудан орталығына барамыз, Жаркентке барам да, мама айтам, ой, Алматыға бармаймын мен. Осы колледжге бара салайықшы, не деп, пет колледж бар. Соған бара салайықшы деп жаңа балды көтеріп пет колледжге барсақ, пет колледждегілер айтады, жаңа мамама да, тәте, мына балаңыз, мына балмен бұл Алматыда оқитын бала. Сіз Алматыға барыңыз, университеттерге бір тапсырыңыз, түспей қалса келіп келе салыңыз, біз ала саламыз дейді да. Бірінші Алматыға барыңыз деп, олар жанашырлық танытып тұрдан да енді мені бір мықты көріп не қылып тұрған жоқ. Сол жақсы балмен түсіп кетсе екен деп тұр ғой. Сөйтеміз де Алматыға қайтадан келіп, осы жерде бір евразийский ату, агуларды көреміз да, сосын соңында Жүргеновке келіп тапсырасың. Казгуге барам. Казгуге бардың ғой. Казгуге барам да филологияға тапсыра салдым. Сендердің бүлдірмеген төбең қамапты ғой десе, сізді де бір төбе деп кеп тұрмыз ғой деген сияқты. Сондай болды ғой. Сол жерде еще мынандай қызық болады, мен сізге айтайыншы. Жаңағы документ қабылдайтын жер бар ғой. Иә. Документ қабылдайтын жерге барам да, документтерімді берем. Документтерімді берем. Сол жерде бір кісі сұрайды менен, қайдансың дейді. Тұрамда мен қайдан екенін ұмытып қалдым. Жоқ, бір прикол есіме түскен. Біздің ауылдың бір приколы бар. Біздің ауылда бір кісі Москвада служить еткенде, совет үкіметі кезінде. Москва демекші, қазір Москва туралы бір күшті қызық айтып беремін. Айта бер. Москвада служить етіп, сөйтіп жаңағы Москвада енді қызмет біткеннен кейін қайтады ғой бері қарай. Соны оларды талон береді екен. Талонды аэропортқа барасың, сол билетке ауыстырып береді. Сол талонмен аэропортқа барғанда жаңағы қызға берген ғой, Москвада тұрып. Куда деген ғой анаған билет. Сөйтсем тұрып. Айдарлы второй ферма деген ғой, Москвада тұрып. Ауылдың несін, мекен жайын айтқан. Ауылды айтқан ғой. Москвада тұрып. Куда деген сосын барып айтқан, Қазақстан, осылай, Алматы одан деп. Тура сол есіме түсіп кетеді, сол прикол маған. Ана жерде тұрамын да, қай жақтан келдің дейді. Айдарлы второй ферма дейсің ана кісіге. Сөйтсем қабылдап тұрған кісі Дарбазағым ба дейді ғой маған. Алматыда Казгуде. Екеуің бір ауылдан болып тұрсыңдар ғой. Сөйтем, я қайдан білесіз десем, мен сол ауылда сабақ берген ғой дейді, мұғалім болғам дейді. Соны айтады ана кісі. Онда бүйтейін, мен сенің документтерін сәл жоғары қойып қояйын, бірінші қаралатын дейді. Ой, әуре болмай-ақ қойыңыз оған деп. Өзің ынтаң болып тұрған жоқ болып тұр ғой түсуге. Документті бердім да, сонымен ауылға кетіп қалып, кейін бір көрші ауылда бір туысқандардың үйінде жүріп, жаңағы 10 күнім еді, тамыз айының 10-да Егемен Қазақстанға гранттардың списогі шығады ғой. Сол список шығып отырып, ананы бір 3-4 рет ақтардық. Жоқ, фамилиям жоқ. Іштей қуанып тұрмын. Сөйтсем ана кісілер жұбатып қояды, мен ештеңе етпейді, енді келесілесіп, нормально деп. Бірақ Құдайдан мен өзім тілегем. Басқа жаңағы өнерге барайыншы деп. Казгуге түспей-ақ қояйыншы, Құдай деп мен дұға тілегем негізі. Осындай қоғамда осындай адамдар бар. Адамдар ол кезде Казгуға түспейінші деп дұға тілеген осындай арамызда адамдар бар. Содан кейін бір жылдан кейін барып енді. Өнер академиясына. Ерте барып. Енді мына жерде түсінгенім, бұл жерде бізде қазақта айтады ғой, көреген адамдар болады. Сұңғыла дейді ғой, қателеспесем, бір адамды көріп,
бойындағы қабілетін анықтай алатын адамдар бар да. Кезінде бұл сұңғылалық қазақта болған ғой. Балаға қарап, Қазыбек би бабаларымыз балаларының қайсысы ел басқарады, қайсысы ел басқармайды, қайсысы қандай қызметте болады, жатысынан ақ, ұйқысынан ақ танитын болған екен ғой жаңа. Қолы ашық жайдар жатса, ой, мынау деген көпшіл болады, мынау деген елшіл болады деп. Сол секілді адамдар болғанда, соны жаңа Сәкен марқұм бауырымыздың сенің бойыңдағы қабілетті көріп, енді ол өзім білетін ғой ол кісінің де, өте адамға бүйтіп зейінімен қарайтын, бүкіл бас-аяқ бақайшығына дейін басынан бастап қарап, зерттеп, ол кім екен, не істей алады деп адамға сөйтіп қарайтын кісі еді ғой. Сенің бойыңдағы қабілетіңді көріп, потенциалыңды, алдағы бойыңдағы қуатыңды, қайратыңды көрген адам болып тұр ғой. Сондай адамдар, жалпы сондай адамдар қоғамда өте керек. Біз негізі сондай қасиетімізден бір айырылып баратырмыз. Өйткені бізде қазір кәсіби маман дегендер шыққалы бері арнайы психологтар, арнайы жаңағы оқуға түсетін профориентологтар бар. Енді ол жақсы ғой, бірақ ауылды жерде, қоғамда, керек қазақтың салтында, дәстүрінде, әдет ғұрпында сондай нәрселер бар еді. Сол нәрсемізден айырылып баратырмыз да. Сыншы дейтін бет, баяғы жаңағы мал танитындар да болған ғой сондай. Иә, ол енді табиғатпен тығыз байланыста болғаннан кейін тәжірибемен ол бір көріп келді, қандай емес. Ол тәжірибе бар, өзінің жылдық тәжірибесі бар, адам тану, шебер болар балаңды бармағынан танисың деп өлең бар ғой қазақта. Содан қалған ғой, бармағына қарап-ақ баланың шебер болатынын, бізді алып қалай жұмыс істейтін бәрін уже қолының саусағының бәріне қарап тани беретін. Сондықтан жаңылмады деп ойлаймын. Енді мел сөзі жаңағыдай естіңіздер ғой, өзі туылғаннан бастап бір өзі сондай бір заманнан кейін туылды дейміз ба? Артта келе жатыр, общем. Былайша айтқанда бір жарты ғасыр артта келе жатыр. Елдердің бәрі жаңа перзентханада туылып жатса, бұл үйінде туылып, пышақпен кіндігін кесіп, отпен күйдіріп, бала кездегі бұның бір оқиғасы бар. Ауылдағыларды айтып берген. Бала кезде бұл кәдімгі отаның өзін, операцияның өзін егеумен егеп сүйеген. Балалық пен шалалық деген тақырып бар ғой бәрімізде. Қандай бала болдың енді? Бірден оқуға қарай өтіп кеттік қой негізі. Кішкентай кездегі сол жолдан жүгіріп өтетін, қазір балалардың бәрі сондай өз бала кезде құмар болады ғой, өсіп болады ғой, сондай бір төтенше жағдай жасауға, бір асығып тұрды рисковать етуге. Сенде де сондай бұл оқиға болды, ауылдағылар айтып еді. Жолдан өтіп. Енді ешқашан қайталамайтын бұл бір сабақ болсын деп айтып жатырмыз. Бала шаға ешқашан қайталамаңыздар бұл. Қиялға жүйрік дейді ғой, жаңағы фантазиясы зор сондай бала болған сияқты. Қазір ойлап отырсам, өте бір қиял болып, сол қиялға сеніп. Неге әртіс болды дегенге алып келатырмын ғой. Өйткені жаңағы сол кезде Джеки Чанның киносын көріп, қайсы киносы еді, полицейский история ма, бір киносы әйтеуір. Сол бір машинаның арасынан жүгіріп өтетін жер бар да, бір екі машина келе жатады да бүйтіп. Бір алдағы бір машина өткізіп жіберіп, одан кейін былай жүгіріп өтеді екінші. Кинода жүгіріп өтетін енді ғой машинаның алдынан. Сол трюкті қайталағым келген ғой. 3-ші класс оқимын. Соны сабақтан қайтып келе жатырмыз кешке жақын. Бүйтіп қарасам. Жай трасса емес. Алматы Жаркент трассасы ма? Жоқ, екі ауыл арасында. Екі ауыл арасындағы трасса ма? Соған бүйтіп қарасам, екі машина келе жатыр екен жақта. Көршінің балалары соларға мақтанып отырмын ғой енді. Қараңдар, қазір ана екі машинаның ортасынан өтемін деймін. Өзім туған қарындасым бар, қолымды ұстап. Оны ұстап алғансың? Жоқ, ол мені ұстап тұр, істемей-ақ қойшы депті ғой, жүгірмей-ақ қойшы деп. Тоқта, сомневайся деп қойған ғой мен. Джеки Чанның деп тұрсың ғой енді іште. Сөйтіп алдында бір ақ фургон еді, оның артында сары москвич келе жатқан. Екеуі басып келе жатыр. Арасы бір 10 метр ме екен, сондай-ақ. Бір 60-пен ба келе жатыр ғой енді. Сен тұрсың Джеки Чан. Дайындалып тұрмын, старт, внимание, марш деп жаңа. Ву етіп фургон өтті, артынан жүгірем. Өзімше қатты жүгіріп баратым, білмеймін ғой. Ұшып барасың неге? Екі шақтан кейін пақ ете қалды. Сен әлі жүгірмеген. Үлгермеген болса да. Соны айналдым, бірақ талған жоқ, несінен танған жоқ. Содан іші бүйтіп жаттым да менің ойым ана машине қақты, бірдеңе емес, аналардан ұят болып қалды деп.
көрерменнен ұят болды деп тұрсың. ұят болып қалды. Тұрып кешірім сұрайын деп тұрсың, мен болмай қалды, кешіріңдер дейін деп тұрсың. Ой, тұрайын деймін да, бүйтіп орнынан тұрып бара жатсам, жаңағы соның алдында ғана бір көршіміз, өзі мектеп мұғалімі еді, сол кісі жүгіріп келді, мына жағы иығымнан басты, тұрма деді. Сол мына жақтан Жасылек деген үлкен ағам бар, ол келіп мына жақтан басты. Жат, тұрма дейді. Ой, нормально, просто үлгермей қалдым. Деп ақталып жатсың. Жат дейді, енді аналар көріп тұр ғой. Сосын бүйтіп аяғыма қарасам, аяқ киім ұшып кеткен. Сол аяғым жалаңаш. Бір тобығынан бір қан ағып жатқан сияқты көрінді маған. Сосын да жаңағы тобық пен балтырдың арасы ғой. Сол жерде бүйтіп көтеріп тұрады. Бүйтіп қарап тұрамын, көзімше бүйтіп бұл кетіп сынып қалады ғой. Сода сол кезде білдім мен, машине қақтым, не болды, мен еще баласын ғой енді. Енді өлем ба, сонда не болады? Соның бір кезде әйтеуір ана кісі сынық шыға апаратын болды. Сынық шыға апаратыр, аяғың ойбай. Қайттан басталды десе, кіндік кеседі, кіндік кескен. Машинаның ішінде отырмын ғой енді, балам бүйтіп аяғым жерге тимейді. Сонымен бүйтіп аяғыма қарап, аяғыммен ойнап баратырмын ғой. Жаңағы бүйтіп кетіп барады, аяғымды тырыстырып қалсам, сынған жері ғана бетеді ғой өзі. Таза әртіс ба? Сезбейді аяқ. Соның барып, жаңағы сынықшы салды. Ол кезде ойбай, мықты сынықшы деп, енді заманында мықты сынықшы болу керек. Бірақ біз барған кезде уже 80-ден асып кеткен кісі, сәл мықтылығы кеткен. Сәл алжып қалған уақыты болу керек негізі. Өйткені қазір көресіз неге екенін. Сәл алжып қалған. Иә, шынымен де. Кәдімгі ғытырлатып, Ойбай, күлеміз де Құдай сақтасын. ғытырлатып салды да. Сосын жаңағы біз ағаштарды бүйтіп қойып, біз жаңағы малдың аяғы сынса сөйтетінбіз. Екі жағына ағашпен, рейкімен бүйтіп қояды да бүйтіп орап тастайды. Сөйтіп орады да жібере салды. Сен сөйлемегенсің ғой, сен қойма бір деп ойлаған. Бүйтіп ойнап келатқан. Сосын үйге бардық. Содан жаңағы аяғым ісініп бастады. Енді дұрыс салмаған, сосын жаңағы сүйек шығып тұр. Открытый перелом дейді ғой. Кәдімгі 5 сантиметрдей өзімнің сүйегімді көрген ғой мен. Шығып тұр ғой ет. Шығып тұр кәдімгідей сыртқа қарай. Ана кісі сол күйінше орап жібере салған ғой. Сол қайтадан апарды. Апарған жоқ, бір аптадай жаттым. Анау іріңдеп иіс шығып бастады. Сол кезде жаңағы апаны қайттан алып келді, жаңағы қаққан кісі. Сөйтіп еді, қарап тұрып, жаңа айтпаған сөзге дәлел ғой енді. Анау ірің сап-сары тұр. Сөйтсем, мынау адамның майы ғой дейді ғой. Май ғой дейді, қалай кетті. Сүйекке қарап тұрып, білесіз не деген? Не дейді? Кейде адамда артық сүйек деген болады дейді. Оған мен ойдан құрастырып тұрған жоқ. Сөйтеді да, не істеу керек десе, бұны егеп тастау керек деген ғой. Егеп тастау керек. Басталды десеңіз, ойбай, кішкене экраннан ары отырыңыздар. Үйде мынандай егеу бар еді, сол әлі күнге дейін бар, мен сақтап қалғам, үйде тұр. Соны алып келеді да, ғытылдатып сүйегімді егейді ғой, тірі жатқан адамның. В общем, енді Джеки Чан боласың ба деп тұр ғой, былайша айтқанда. Шыңғыру, мен білмеймін, әйтеуір қанша уақыт егеген. Содан ол кісі кетті, жақсы жарайды деді. Қызыл жоса қанан жарайды. Тағы бір тобығынан мынандай бір тесік бар, сол егеген жерде. Содан больницаға апарды ма? Тағы бір апта жатам ғой сөйтіп. Содан бір апта? кейін сосын үйдегілер ақылдасып, ой болмай кетті, больницаға барайық деп. Больница бар екен айтты ғой біреу. Больница бар ғой деді ғой. Ол кез қараңғылық кез ғой өзі. 96 жылы ғой. Соны больницаға барамыз, сөйтсек, о жақта бір қаншері бар екен. Апаның немересі ма? Егеумен тұрма бүйтіп. Ол келді да бүйтіп қарады да. Мынау үшіп кеткен ғой мына аяқ. Сүйекте артық адам болады. Кейбір сүйекте артық адам болады. Қарады да. Мынау үшіп кеткен ғой, мынау жарамайды, мынау болды, кесе саламыз дейді ғой. Аяғымды кеспекші сонда. Ой, анадан қорқып, мен балам ғой, түнде ұйықтамаймын ғой. Ұйықтасам кесіп тастайтын сияқты.
сөйтсем жоқ, бір ұйғыр врач бар еді, ол кісі келіп емдеуге болады, тазалауға болады деп, жаңағы сол қайтадан полный инфекциясын бәрін тазалап сол кісі адам қылып шығарды ғой әйтеуір. Ой, ауыртпасын. Абай болыңыздар, абай болыңыздар. Абай болыңыздар, мына көшеде жүргенде Джеки Чан сияқтыларда. Балаларыңызға абайлаңыз, әсіресе фантазиясы жоғары бала болса, соған қиялға қатты берілетін. қадағалау керек, қатты қадағалау керек. Миында Соник, өзі Оник балалар десе. Өте абай болыңыздар, жалпы айтып жатқанымыз енді бұның бәрі айттық қой жаңа, тек ғибрат болу үшін, сақтық үшін абай болыңыздар. Өмірде талай оқиғалар бар. Төбеден секіре салатынмын ғой мен, кәдімгі үйдің төбесінен. Кішкентай шөп болды, мында жарты метр. Мен білемін ғой, группаласым ғой. Бұл бізде сен движение, сен бой деген сахна сайысы, сахна қозғалысы деген сабақтар бар. Сол жерде сальто жасап үйрететін. Мен талай білем. Артқа сальто жасаймын дейді, желкесімен құлайды ғой, мына шүйдесімен. Қара құспен құлайды да, көз айланып кетеді. Бүйтіп тұрады да қайтадан ей деп бәріміз нормально, қайт. Болды қой десең, қас тағы да бір деп, осылай қара құспен құлап қайтпай істей беретін ғой, сальто жасағанша. Содан кейін осылай болып қалды. Ол сальтоның несі өзі сондай. Жаңағы әдісі, бірінші мынамен құлайсың, одан мынамен құлайсың, былай құлай, алдыңа келіп құлаған кезде уже үйрендің деген сөз. Көбісін алдымен құлағанға жетпейді ғой. Сол кезде қол тірейсің, сонымен Меністің айтқан істегендерін қайталамаңыздар. Одан да ақшасын төлеп, жаңа маманына барып үйренсеңіздер болады. Жалпы өмірде енді талай қызықтарың көп қой, енді айтылмаған қаншама сырларың бар. Жалпы енді абай болыңыздар, шынымен де енді Мелістің бұл оқиғаларының бәрі ғибрат үшін, бір тәлім алу үшін абай болыңыздар. Өйткені апаға да жатқан жерін жайлы топырағын торқ етсін. Ол да қолынан келген бәрін істеп берді ғой. Ол кезінде мықты маман болды. Қолынан келген, ойына келген істеді. Ойына келгенде қолынан келгенде істеді ғой енді. Ойына келген қолмен істеді дегендей. Барынша ол да кезінде сүйекті түйіршіктеп жинайтын кісілер болған ғой. Жас кезінде мықты. Жас кезінде мықты маман болған, мықты сынықшы болған, оған біздің күмәніміз жоқ. Енді ондай кісілер бар, ондай кісілер әлі күнге дейін бар ғой жинайтын. Бірақ дер кезінде тоқтататын кісілер бар. Енді сен де о кісіден емес, өзімнен болып тұр ғой. Өзіңде сол болып тұрсың ғой енді. Анаяқан больницаға ақша шығарғың келмеді ма? Сон тез жината салам дедім, ол шамасы келгенше істеп берді. Сақтықта қорлық жоқ, абай болыңыздар. Ол кезде енді 90-шы жылдар ғой. Шыны керек, дәрігерлерге, больницаға адамдардың сенімі жоқ кез болған. Сенімі жоқ кез, сосын жағдайдың да өзі шамалы кез. Менде есімде, өйткені халықта жағдай өте нашар болды. Халықтың жағдайы шынымен де ол кездері нашар. Онда біздің үйдегілеріміз қаққан адам апарады ғой. Ол апарып жүрген ғой. Сен заңгерсің ғой іштей, соның бәрін білсең болады сол кезде. Анау қанша төлеу керек екенін алып жүру керек. 9 жастамын ол кезде. Әлі заңгерлік не қалыптаспаған кез ғой. Жоқ, мен айтып жатқаным, ол заманда шынымен бәріміз білеміз, неше түрлі пәленше әулие, пәленше не түгенше сығандар, үйге келіп есікті қағып сығандар, емдеймін, бүйтемін, сөйтемін, баға келемін, сендерге бақытты етемін деп талай алданған кездеріміз болды ғой. Үйдегі соңғы нанға дейін шығарып беріп, адамдар қайтсем бір жағдайымды тез дұрыстап алсам деген кездер ғой. Енді аяққа бүйтіп басып, тай басып атқан, ел болып атқан кезіміз. Шынымен мен білем, талай адам сондай неше түрлі бақсы, балгер, неше түрлі емші, пәленшілердің бәріне барып жүретін әйтеуір. Өйткені больницаға барып жатуға ондай жағдайлар жетпеді біреудің. Сондай жағдайлар болды ғой. Енді сендердің де жағдайларын түсініп тұрмын ол. Өнер академиясында түстің ғой енді. Бізде енді бәріміз білеміз, көбісі әнші болам деп келеді өнер академиясына. Сенің мамандығың қуыршақ театр актер. Неге қуыршақ театр актерына келдің? Басқа мамандық көп қой өнер академиясы. Әнші, актер болды, драма актері, кино актері, сценарист, сыншылар, дәстүрлі әнші бертін ашылса да, бірақ өнер академиясында неше түрлі факультеттер, мамандықтар бар еді. Оның себебі, жаңағы айттым ғой, грант үшін негізі. Бірақ ол жерде қуыршақ театрында ол
сен артық бір мамандықты алып шықпасаң, ол жерде кәдімгі драма кино актерынан кем ештеңесі жоқ. Сол үшін бұл жерде жаңағы экзаменге келіп отырмыз. Мен ерте бардым ғой. Сол жаңағы бірінші драма және кино актер мамандығына тапсыратын болып, соны отырғанбыз. Ерте барып алғам. Бір кезде Дана келді. Біздің театрдағы Дана, сіздің үйдегі абитуриент болып келді. Ол кезде андай яркий болып келді. Мынандай шляпасы бар, үстінде қызыл жасыл ауылдан келген кездер ол. Сосын кіріп келді, қолында бір папка мақтау қағаздары бар. Грамоталары бар. Сөйтіп кіріп келді. Грамоталары бар мен. Иә, сөйтіп жаңағы сұрау керек екен. Актриса болайын деп едім деп тақылдап келді. Сөйтіп жаңағы бірден көзге түсті андай харизмасымен. Сөйтіп ағай тұрды да, кәне шықшы, не істей аласың деді. Ағай, мен мынандай нәрселерім бар, мынандай жаңағы қылсында бірдемеде жеңгендерім. Оның түкке керегі жоқ, өнерін көрсетші деді. Сөйтіп Дана шықты да жаңағы жануарларды салып, неше түрлі қылып құбылтып, әртүрлі жануарларды салып сөйтіп еді. Соң ана кісіге қарап, жаңағы ағай қарап тұрды да, сен қызым бергеш деді. Сен мынандай способностьпен дейді, мынандай қабілетпен сен қуыршақ театрына барсаң, сен қандай пайда тигізесің дейді да. Ол жерде ешқандай мынадан айырмашылығы жоқ. Мен саған шын жаным ашып айтып тұрмын. Қуыршақ театрына бар сен, қазір ағайға айтамын деді. Терезені ашты да, сөйтіп қарсы бетте тұрған жаңағы ғимаратқа, ой, Серік деді. Ол кісі терезеде темекі шегіп тұр екен. Не болды деді, қазір бір қыз жіберемін, қабылдап деді. Саған таза сенің қызың деді. Саған керек адам деді. Сөйтіп еді, ана еді анағайға барасың деп жол көрсетіп еді, Дана кетіп қалды. Сен қалдың. Иә, мен қалдым. Данамен бірінші сөйлесіп алғам, жаңағы қайдан келіп маған көрсетіп ал бірінші грамотасын. Танысып алғам. Сосын жаңағы ертесі күні келсем, коридордан жүгіріп шығып, Бергеші дейді, не болды дейді. Сен қуыршаққа қарай жүр, ана жақта адам вообще аз. Сен грантқа түскің келе ме дейді, шанс бар саған ана жерде. Ой, Дана ұртқан екен ғой. Ана жақта тұпырлы, тура соның бәрін оқисың, сол мамандық деді. Сөйтіп бардың ғой енді. Сөйтіп барам. Сөйтіп барсам, өзі ұлдар аз екен. Өзім ол кезде аппақ не бар. Ақ рубашка мен ақ шалбардың бір несі бар. Сол кезде бір стиль болатын еді. Сол киім әлі есімде, қазір айтып беремін. Ол енді сыртқа шығарып жүретін киім не ғой, рубашка. Сөйтсем, анаң салшы шалып салмай ішіңе дейді. Ағайымыз, Серік ағайымыз, Серік Мақұлбеков ағайымыз. Ананы ішіне салам, бірақ өзіме дискомфортта. Сол жаңа поэзияларымды оқып тұрамын да, қайтадан бүйтемін. Шырылдауық шегірткені оқыды ғой. Шырылдауық шегіртке деген нені оқиды? Жаңа мысалы, ішіне сал дейді, анау сыртына шығарып тұрады, өзі парный ғой, асты үстімен. Аталарский ғой, былайша айтқанда мерде қалтасы бар, нәрседе қалтасы бар. Шалбар кең, көйлегі кең. Сөйтіп, ішіңе сал дейді, идиот. Немене шалдар құсап, ішіңе салып, зыптай жігіт болып тұрсайшы дейді бұған. Ішіне салып болады да. Ал енді айт дейді. Шырылдауық шегіртке ыршып жүріп ән салған деп, бүйтіп тартады ғой ананы қайтадан. Өзі қолын білмейді не істеп жатқан. Мынаны қайтадан шығарады ғой, бүкіл көйлегін шығарады. Стоп! Қайтадан сал, немене қолын қайтадан шығарасың? Үйізіп қайтадан ғой, салады да қайтадан. Ал баста десе. Шырылдауық шегіртке ыршып жүріп ән салған. Ана нервничтетесің ғой деймін сол кезде. Білмеймін, ол кезде жаңағы қолмен бүкіл киімін шығарып тастайды ғой. Сақталып тәжірибе жоқ, әйтеуір. Енді қатыр батырым деп ойлайсың ғой өзің. Өзіңнің ең жоғарғы мүмкіндігіңді көрсетесің ондай жерде. Бірақ енді ол профессионалды өнерде енді бастауыш деңгей болып саналады ғой. Сөйтіп бір кезде жаңағы енді ол кезде арғы жігітпін, бойым сұңғақ бойлы, көзім жаңағы үлкен еді. Сөйтсем жаңағы өзі Серік ағайдың қасында. Өзі жіңішке, көзі үлкен болатын ше. Кейін көзі кішірейді, өзі үлкейіп кетті ғой. Серік ағайдың қасында жаңағы Минор Ахмажанна деген біздің ағайымыз болған, сол кісі отырып, Серік ағай дейді ғой, қараңызшы қандай әдемі бала деп маған, көзі қандай үлкен деп. Ой деп сен өзіңе қарап шықтың, шынымен ба деп. Сол кісі өткізіп жіберді ғой. Серік ағай. Мен жіңішке болатын. Енді соған келейікші. Қай кезден бастап көтеріліп кеттің, оны толып кеттің. Ол енді жаңағы 2-ші курстың аяғында, 3-ші курста ғой сол. Мен мұрныма операция жасаттым ғой.
Мелістің бітіп деп жүретінмін вообще. мұрны бітіп тұратын. Ана жас кезде сол бала кезде төбелесіп сол ішінен мұрын қисығы өсіп ет өсіп кеткен ғой, соған операция жасатып, сол кезде врачтар маған 4 ай кәдімгі тер шығаруға болмайды, сондай нагрузка істеуге болмайды деді. Өйткені қайттан жаңағы мұрның жыртылып кетеді, сондай деп. Бәріміздің балалықтағы шалалығымыз ғой, төбелесіп мұрын қисайып қалып маңдайда да мұрныңыз қисық дейді. Шаршап кеттік, мұрныңызды түзеп алсаңыз дейді, көзіміз қарай беріп дейді. Сол жаңағы өзде артқа сальто лақтырып жүрген кезім ғой. Сонда кесірі бар деші мұрын. Сондай тренировка жасап формада жүрген кезде кейін нагрузканы тоқтатып тастады. Бұл бір себеп болды. Екінші себеп, мен 3-ші курсымда ол кезде 6500 теңге стипендияға күн көріп жүргенбіз. Содан жұмысқа кіремін ғой. Стипендия 6500 теңге. 31-ші жолыңа алып қалуың керек, киіміңе алып қалуың керек, тамағыңа алып қалуың керек. Сосын артылса ауылға жіберіп тұратын кездер ғой, сол стипендияны үнемдеп. Сол 2007-2008 жылы ғой. Содан 31-ші телеарнаға дубляжға жұмысқа кіремін да. Ойлаңыз, 6500 теңгеге күн көріп жүрген бала 200 000 теңге зарплата алады ғой. Осы жерде бір айтып кетейік, Мелістің бір осы өзінің әңгімесінен байқап отырсыздар ғой, енді еңбекқорлығы өзінің бір табандылығының бір пайдасы ғой. Бүкіл жазда бәріміз демалысқа кеткенде Меліс жазда қайтпайды ауылына. Әрбір телевидениенің есігін қағып, бәрінің есігін қағып, жұмыс бар ма деп жүріп, 31-ші арнада қазақша дубляжды, мультфильмдерді, қазақша дубляжын, қазақша аудармаларды дыбыстауды алғаш бастаған. Студия ашылған. Студия ашылып, сол Меліс идеясын тастап, қазақша аударайық та мультфильмдерді деп. Енді біз қуыршақ театр актер мамандығымыз ғой, неше түрлі дауыстар саламыз, неше түрлі жаңағыдай жан-жануардың барлығының балалармен жұмыс болғаннан кейін, сол өзінің қолынан келетін жинаған тәжірибесін телеарнаға барып ұсынып, алғаш осы қазақ мультфильмдерін дыбыстауды сол 31-де бастаған. Көп адам білмей жатады енді. Бала кезде 2008 бен 2014 жылдар аралығында 31-ші каналдан қандай мультфильм көрсеңіз, соның барлығы менің дауысым ғой. Меліс, Дана, мен бар, үшеуміз. Мәкең де істеді, Дана да істеді, кейін сол студияны ашып бастап кеткен. Енді Қошқар мен Текенің алғашқы несін көрсеңіздер, жерде Қошқар, Теке, Мәкең. Қошқар, алдарыңызда Қошқар. Түрі де Меліс қой негізі. Одан кейін Джеки Чанның романтика жетіспейді. Қалай ойлайсың Қошқар? Білмеймін, Теке дейді. Джеки Чанның мультфильмі болды. Қазақша көрсеңіздер, сол да мен көп енді. Сол кездерде сол жаңағы айтайын дегенім. Алғаш айлық алған кезім. Айлық аламын. Артық жұмыс істеуге қозғалуға болмайды. 6000 теңгемен стипендиямен жүрген адам ойлаңызшы, бүйтіп кіріп келеді ғой. Бәріміз квартирада бірге тұрамыз. Біз отбасын құрғанбыз, семейныймыз, алғаш академияда жүріп үйлендік, біз Дана екеуміз. Сол кезде Меліс біздің қолымызда тұрады, Анвар, бәріміз үлкен бір квартирада тұрамыз. Сол кезде Меліс үйге бүйтіп кіріп келеді ғой. Картоп сатып 200 000 теңгені бүйтіп ашып алған. Деп кіріп кеп шашады ғой. Қараңдар деп. Ой, өзінен Nokia деген камерасы деп бір телефон бар, сонымен видео түсіріп ақшаны бәрін. Ой, не деген той. Сондай ол кезде автобус дегенді ұмыттық. Содан кейін жұмысың осылай отырасың, аздан кешке дейін дыбыстайды. Отырасың, сосын автобус деген жоқ. Академияның столовый менсімейсің ғой. Көтеріліп кеткен. Сразу барып кафелерден тамақ ішіп. Сөйтіп Меліс осылай толып кетті. Бірден толып. 3 айда 30 килограмм қосқан есімде. Ойлаңыз, енді мынандай болған жігіт мынандай болып шығады ғой. Тура осындай болады. Сосын енді қызық бағана Москваны айтайын. Содан кейін тоқтай алмай қалды. Сосын 2009 жылы, 11 жылы Мәскеуге барамыз. Мәскеуге барамыз енді. Қызық. Мәскеудегі қызық бағана. Большая разница деген білесіздер, Евразия арнасында Большая разница Ресейдің үлкен бағдарламасы бар. Қазақстанға келеді, кастинг жасайды, кастингтің бәрінен
өнер құрамдары барамыз да пародиямен біз өтіп кетеміз, кастинг тоқтатады, енді қызықтың бәрі сол жерде. Бүкіл артистер жиналған, бірақ өнер құрамдарын аламыз дейді, хотим с вами работать дейді. Большая разница в Казахстане дегенде тұңғыш бір Қазақстандағы тәжірибелі бағдарлама болады. Соны Мәскеуге барамыз ғой енді. Біз шақырады, сіздермен үлкен проект жасайық большая разницаны деп. Сөйтіп Мәскеуге барып, аэропортқа келеміз, Меліс деген толбаған жана куәлігін көрсетеді, удостоверениясын. Удостоверенияларды жинап жатырмын ғой мен. И Мелістің удостоверениясын қарап қалсам, студент кездегі ауылдағы удостоверениясы ғой, мынандай. Бірінші удостоверение ғой. Бірінші удостоверение. Мынандай сурет, бірақ түрі мынандай да өзгеріп кеткен. Меліске айтамын, Меліске проблем бола ғой мұнамен деймін да. Сөйтеміз да бір кезде таможняға келеміз. Удостоверениялардың бәрі кезекте тұрмыз ғой енді былай. Терезеге келіп удостоверениесін алып тексеріп жатыр ғой таможня контрольдан. Бәріміз күтіп тұрмыз. Меліс кеткен бірінші болып. Бір кезде Меліс бүйтіп артына қарайды ғой, бізге қарайды да. Қарап тұрады, бір кезде келеді да. Қасына бір екі солдат келеді. Меліске пройдемся дейді ғой. Мен балаларға айтып тұрмын, Меліспен проблема болмаса болды дегенше болмады. Бір екі солдат келеді да, қасында итімен, незімен тағы біреу. Меліс алады да, жүр дейді, алып кетіп баратыр ғой. Сөйтсе Меліс бізге қарап, мен әкетіп баратыр, мәке. Мен алып кетіп баратыр, мәке. Ойлаңызшы, басқа мемлекет, біз өзіміз бірінші рет барып тұрмыз. Москваны білмейміз, орысша дұрыс түсіне алмаймыз ғой, ше былай сөйлесе алмаймыз. Ана Мелісті алып кетіп бара жатыр. Бәріміз көзіміз банк. Меліс, айтсайшы, дұрыстап түсіндірсейші деймін. Бұл да байқұс түсіндіре алмайды, бұны алып кетіп баратыр. Қолынан ұстамаған жетек деп алып кетіп баратыр. Сонымен ана жерден өтуге болмайды дейді, ана сызықтан өткізбей жатыр да, мен айтамын, я начальник, можно я пойду с ним, он сейчас не умеет, не сможет рассказать деп, өзімде өзі дұрыс сөйлей алмаймын ғой. Сонымен әрең ана жерін сұранамын да айтамын, мен біргемін, бастығым, я начальник, я должен объяснить деп. Соны жүр дейді ғой, бір кезде Мелісті алып кіріп кеткен. Артынан біраздан кейін мен барамын, кабинетке кірсем, Меліс тұрғызып қойған ғой бүйтіп. Меліс бүйтіп тұр. Анау кісі удостоверениесін ұстап алған Мелістің алдында. Мына жерге тақап алған бүйтіп. Мына жерінде бүйтіп тақап алған. Телефонмен звондап жатыр. Мен келем да тұрым ғой енді. Сейчас, подожди, дейді, мен тұрым. Он, это актер, мы это на съемку едем. Анау мынау деп жатсам, сейчас, подожди, дейді. А что с ним делать, дейді да. Бастығына звондап жатыр ғой енді. Извините, ну, я ищу, и что с ним делать теперь, дейді да. Сөйтіп, анау телефон ар жағынан айтып жатыр, найди 3 схожести дейді, в общем, үш ұқсастық тапсашы дейді да. Тут человек на себя не похож дейді. Тут человек на себя не похож, удостоверение другое вообще дейді. И мынау айтып жатыр, я это сам, у меня старый удостоверение, старый, да. Короче, это старый у него удостоверение, он сейчас актер деп айтып жатыр ғой. Сөйтіп, анау телефоннан ар жағына бастық айтып жатыр, оған 3 ұқсастық тап дейді. Ну вот, я смотрю, дейді, тут человек пополнил до невозможного, дейді. Семіріп кеткен, дейді. Человек до невозможного пополнил, дейді. И анау айтып жатыр, 3 ұқсастық көріп тұрсың ба, дейді да. Чертасы келіп тұр ма, дейді анау. Ну, примерно похоже, дейді ғой. Ну, все тогда. Мұрдыма қараған, көзіме қараған, құлағыма қараған. Үш жерін тапқан ғой, ұқсастықшы. Ойлашы да тау ана, керіліп кеткен ғана суреттегі. Удостоверениясын былай керіп тастаған ғой. Үш ұқсастықты әрең тапты ғой. Сөйтті да, все хорошо, доброго пути деп жіберді ғой. Екем шығып келеді, и Мелістің артынан түртіп келетін ғой. Но не, Меліс, не болды? Қазір Москва бойынша, жүрген бойынша проблем боламыз ғой деп Меліске ұрсып келедірім ғой, мен бұрқылдап ше. Енді қанша күн жүреміз, әр жерде ұстап алып сен үйіп жүрем ма? Не, арықтау керек қой мынау десем Меліс. Мәке маған арықтаған былай тұрсын. Осы салмақ ұстап қалудың өзі проблема болып тұр ғой. Ары қарай семіріп кетпей, осының өзін ұстап қалу керек болып тұр. Не істейсің енді десем. Таптым дейді ғой проблеманың шешімін. Не істейсің десем дейді. Елге барам да сразу удостоверениені ауыстырып тастаймын. Арықтау деген жоқ, арықтау керек деп. Бол, арықтаймын деп айтпайды ғой. Удостоверениені алып тастаймын просто барып дейді ғой. Қазіргі түріммен. Сонымен өшім сөйтіп Москвада әйтеуір ары қарай проблем болған жоқ. Казмедианың ішінде, Амедиа деген студияның ішінде 18 күндей болдық. Большая разницаны түсірдік. Керемет бағдарлама болды. Енді Қазақстандағы тұңғыш бір
тәжірибеден өткен, кәсіби өте бір профессиональный бір бағдар. өзімізге үлкен тәжірибе бар. Үлкен деңгей болды. Ол кезде біз енді пародия жасап жүріп, Қазақстанда тұңғыш пародия театрын ашып жасаған театрдың біріміз. Соны көріп, Москваның өзі Сорокиндердің жаңағы продюсер, Большая разница продюсерлері, Иван Урганттар, Цикалалардың өзі көріп, шок болды ғой, бізді бірден алды да. Сол кезде біз қуыршақпен, өткен оларда Большая разницаның өзіне кукламен, қуыршақпен ешқашан жасамаған да. Қуыршақпен Нұрлан Албанның әжелерін қуыршақпен жасағанбыз, Нұрлан Абдулин, бәрін қуыршақпен жасаған едік. Бір ерекше ол. Сол кезде Сорокиндер продюсердің өзі шок болып, я ничего не понял дейді, қазақша түсінбейді ғой. На казахском я ничего не понял, ну мне были угарно смешно было дейді. Я смеялся, блин, ребята, вы отличный деп таң қалып, давайте работать. У нас даже бізде Большая разницада бұндай фантазия болмаған деп таң қалып, енді бір мақтанып айтатындай бір дүниеміз ғой енді. Басқа шетелдіктер таң қалып, бізді бірге жұмыс істейік деп жұмыс істеген тәжірибедегі бірінші жұмысымыз болды. Керемет бізді бағалаған. Білмеймін, Қазақстан келдік те бірден тоқтап қалдық. Бірақ енді ары қарай да талай жұмыстар болды ғой енді, көріп жүрген шығарсыздар. Сол жұмыстарымыздың бірі кино саласында да бұйыртса біздің Абай бол деген киномыз шығады. Мелістің ол жерде енді ерекше рөлі бар. Оның алдында молда түсірдік. Енді Мелісті ылғи көп сұрайсыздар, неге байдың рөлін ойнайды деп. Өзің негізі байдың рөліне көп қызығасың, Меліс. Соған қарағанда байдыларды жақсы көресің ғой. Бәркімнің бір бай болғысы келеді ғой өмірде. Енді пока денемді сол байға ыңғайладым, енді жағдайымды ыңғайласам, сосын бай болады шығар. Бай бол. Я Мелістен денесіне қарай енді кедейдің рөлін берсең, мынандай кедей болмайды ғой енді. Сол ғой, ешкім сенбейді ғой, мынандай семіз бомж бола ма өмірде? Бомжды берейін десең тағы да болмайды. Сондықтан Меліс ылғи байдың рөлдерін көп ойнайды бізде. Кеше бір баланың рөлін ойнады әйтеуір. Байдың баласы еді. Байдың баласының рөлін ойнады. Енді әртіс болғаннан кейін талай неге ұрынып жүреміз ғой әйтеуір. Талай алаяқтарға да ұрынасың, талай әйтеуір сенгіш болады. Өзі әртістер деген бір сенгіш келеді, жүрегі нәзік келеді. Әрбір алдыңа жылап келген, елжіреп келген, көңіл түсіп келген адамның көңілін көтергің кеп тұрады, көңілін аулағың кеп тұрады, көңілінен шыққың кеп тұрады. Өмірде бір алданып қалған сәттерің бар ма? Алаяқтарға тап болған ба? Иә. Өзім бір екі рет алаяқтарға жолыққам. Біреусінде өзім ақша құрттым, біреусінде. Жаңа кішкентай кезінде сүйегіңді егеге. Жоқ, ол емес. Осы есейгенде ғой. Алаяқтардың түрін басында білмейсің ғой. Олар саған пайда келтіретін нәрсе айтады да басында. Соған сеніп, деп жаңағы қиялыңа ерік беріп, ойыңша кәдімгі байып кетесің ғой. Сосын қай жерде сені ұстайтынын түсінбей қаласың, кейін әбден алданған кезде барып, қорытқан кезде білесің ғой. Сол сияқты бір екі рет алданған кезім болған. Біреусі бір технодомда істеген, Қарасай ауданында налоговыйда жұмыс істеген. Иә. Сол жігіт кәдімгі әңгімемен іш бауырыңа кіріп алып, бір күні звондайды, технодомда істеп жүрмін. Братан, мынандай тема шығып тұр. Біз мына осы жерде қызметкерлерге кейбір товарларды, жаңа өтпей қалған товарларды бізге арзан бағаға береді. Соған сен ақша берсең, мен соны алайын да сөйтіп. Кейін өзіміздің клиенттер бар ғой, біздің тұрақты, соларға қымбатқа сатамыз, арасында ақша көреміз деді. Логично айтып тұрғаны, шынымен де, сол жерде жұмыс істейтін бала. Сенің енді алданып тұрған үстіндегі ақша көру ғой енді. Ақша көргенде анау өзі ұсынып тұр. Мен бәрін мен істеймін, сен тек ақша берсең болды деп тұр ғой. Жауап бермейсің деп тұр. Иә. Сосын мен не істеп аттым ол кезде. Ақшам болды, бірақ бір жерге салып аттым. Сөйтем басқа бір тұрақты менімен айналысатын жігіттер болса айтшы деп, сонымен бір досым айтам ғой. Ол жігіт бірақ айтам ескертіп, сен дұрыстап зерттеп алшы мынаны. Ақшаны бере салма деп айтып ескерткенім жақсы болды да. Мына надежный адам жұмыс істесең болады деп айтқан жоқпын. Соны тексеріп аш деп, сөйтсем кейін 150 мың теңге берген. Товар да жоқ, холодильник те жоқ, ақша да жоқ. Сонымен қанша жыл созып жүрдім. Мен шығам, андай емес қой, қайтармаймын, жоқ болды мен деп айтпайды. Деп айтпайды, иә. Иә.
болмай жатыр, балам ауырып жатыр, әкем ауырып жатыр, бірдеме болып жатыр, мен алаяқ емеспін, шын айтамын дейді да. Сен алданып қалғаныңа өкінбейтіндей қылып айтам ба? Мен оны боқтадым да әкесінен тарап, кейін ауылына шығып әкесіне де шықтық. Бәрін танисың. Иә, сөйтіп звондасақ, әкесі айтады, ол күйдіріп біткен бала, ол соттасаңдар соттап жіберіңдер дейді ғой. Сонда әкесі үйде бәрі біліп тұр ғой. Сондай алаяқтар ғой. Ет үйреніп кетеді ғой адам, по-моему. Жұмыс ретінде, күнкөріс ретінде, өзіне бір табыс ретінде қойып қойған дүние секілді ғой. Соны білмеймін, сол ақшасын қалай жейді, маған сол қызықты. Ет үйреніп кеткен ба? Адамдар, иә. Абай Сол туралы білгілеріңіз келсе, 19 ақпаннан бастап Абай бол деген фильмге барыңыздар. Жалпы кез келген уақытта абай бол. Енді Абай атамызда осындай қоғамдағы бүкіл проблемалардың бәрін қамтып, қоғамды әрбір нәрседен сақтандырып кеткен деймін да. Бір тағы айтамын, осы Абай атамыздың атын шынымен де өзі Ибрагим болса да Абай деп қоюының өзінде бір күшті бір ғибрат бар ау деймін негізі. Енді әжесі былай еркелетіп, мағынасы бар ғой, енді әжеміздің өзінің қойған несінде. Бірақ қазір қоғамда ойлайсың да, Абай деген неге бізде Абай атамыз қатты не аламыз, қоғам үлгі алсын деп қатты Абай атамызды мәртебесін биік қылып жатырмыз ғой, мысалы. Әрбір мерейтойын ерекше атап өтіп, Абай жалпы адамзатқа үлкен үлгі болып кетті деп. Абай деген аттың өзі Абай бол деп қойып отырмыз киноны. Абай деген өзі бір шынымен де абайлау керек деген секілді. Қоғамдағы барлық нәрседен абайлатып, сақтандырып кеткен. Ровно жүру керек. Иә, ровно түзу жүру керек деген сияқты атта. Сондықтан енді баршаларыңызға көп рахмет. Енді азды көпті әңгімелерімізді өздеріңізбен ақтарып отырмыз. Енді бұл біздің бас қосуымыз шынымен де бір өмірден өткен әрбір қызықтарымыз сіздермен бөлісіп, бір жағынан тәлім тәрбие болсын, ғибрат болсын деп күліп ойнап отырып әңгімелесіп өздеріңізбен бөліскен дүниеміз. Сондықтан да қай уақытта да өте абай болыңыздар, және Абай атамыздай болыңыздар, тұлға болыңыздар, дамыңыздар, әрқашан ауызбіршілікте ынтымақта болыңыздар. Мелс, келгеніңе көп рахмет. Кинода жолайық. Ал бұйырса, Абай бол киносында бәріміз бас қосайық. 19 ақпаннан бастап барлық кинотеатрларда.